Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әртіспен кездесу ұйымдастырамыз. Сабақтың мақсаты тірек сөздерге сүйеніп сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру, жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен таныс болайық. Ғой, ірікте, тәжірибе. Жаңа сөздерді қайталаймыз, сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Суреттегі қай маман иесімен кездесу өткізгің келеді? Себебін айт. Берілетін уақыт балалар 7 минут. Оқылым айтылым. Мәтінді мұқият тыңда, мазмұнын түсін. Біз бүгін Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының әртісі Досқан Жолжақсыновпен кездесу өткіземіз. Кездесуді біздің сынып ұйымдастырады. Бір апта бұрын хабарландыру жаздық. Кеше оқушылар кездесу өтетін залды безендірді. Саша екеуміз актер туралы слайд фильм дайындадық. Көрнекті әртістің өнері мен өмірі жайлы қызықты деректер іздедік. Көркем фильмдерден үзінділер алдық. Қызықты суреттер таптық. Әнел мен Анна кездесудің сценарийін дайындады. Өнерлі балаларды іріктеді. Концертті Ләйлә апай жүргізді. Кездесуде Досқан Жолжақсынов өзі таңдаған өнер саласы, актер мамандығының қыр-сыры туралы сұрақтарға жауап береді. Досқан Жолжақсынов актер ғана емес, өте шебер әнші ғой. Ол кісі домбырамен ән салады. Кездесуден кейін әртіске еңбек сабағында жасаған сыйлығымызды ұсынамыз. Естелікке суретке түсеміз. Біздің көп тәжірибеміз жоқ. Бірақ кездесудің сәтті өтетініне сенемін. Әне, әртістің өзі де залға кіріп келе жатыр. Ал балалар, мәтін түсінікті деген ойдамын. Мәтіндегі әртіс, актер, кино актері Досқан Жолжақсынов туралы келесі сабағымызда толығырақ өмір жолына, шығармашылығына тоқталатын боламыз. Ары қарай тапсырмаларды орындаймыз. Жазылым тапсырмасы. Мәтіннен есімдіктерді теріп жаз. Олардың қандай мағына беріп тұрғанын түсіндір. Үлгі. Біздің деген есімдіктер бар екен. Біздің деген сөздер, бұлар көпше түрде, яғни көптік мағына беріп тұрған есімдіктер. Келесі орындалатын тапсырмамыз айтылым жазылым тапсырмасы. Мәтінге сүйеніп, әртіспен кездесудің жоспарын кесте түрінде жаз. Орындалатын іс-шаралар. Жауапты кім? Мерзімі және нәтижесі. Қанекей балалар, мына кестені ары қарай жалғастырамыз. Сау болыңыздар балалар, сабағымыз аяқталды. Үйге екінші тапсырма, 18-ші бет.